Сәлем, біздер бүгін английский кекс дайындаймыз. Өте дәмді. Мен каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бастайық. Ең бірінші 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, миксерлеп аламыз. Осындай массаға дейін миксерлейміз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, үстіне қаймағымызды салып, содан кейін құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ол ұн, қопсытқыш және ванильдік қант. Онда 2 бөлікпен салып миксерлейміз. Мінекей осындай масса шықты бізде. Оны қалыпқа саламыз. Біздер қалпымызды бірінші майлап аламыз. Одан кейін массамыздың жартысын ғана салып, ортасына малинамен немесе вишнямен өзіңіз білесіз, қоспа саламыз. Үстіне қалған қоспамызды салып, 180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағатта пісіріп аламыз. Ол пісіп жатқан кезде бір жұмыртқаның ағын 30 грамм қантпен миксерлейміз. Одан кейін кішкене лимон шырын сығып, тағы да миксерлейміз. Осындай масса шығу керек. 180 градуста 30 минутта піскен кексімізді алып, үстіне жағып шығамыз. Мінекей жағып, малинамен мен әрледім. Әрлеу өз қалауларыңызша. Міндетті түрде жасаңыздар, тез дайындалады және өте дәмді. Жаңа жылдық дастарханға әдемі болып жарасады деп ойлаймын. Сіздермен болған Ақмарал.